Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Егер лайк басып, сіз өзіңіз тіркелген болсаңыз, келесі ертегімді ұсынамын. Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Күндердің бір күні жылан жер жүзіндегі жанды мен жансыздарды жинап мынандай арыз айтады. Тәңірім мені сендерден кем жаратыпты. Аяқ қолым жоқ. Басымды көтере алмай жер бауырлап қалдым. Не жеп, не қоярымды да білмеймін. Сендер бүтін тілдісіңдер, ал мен айыр тілдімін. Ойлап отырсам, жанды мен жансыздардың ішіндегі ең сорлысы мен екенмін. Маған ешқайсының жәрдем еткілерің келмейді. Сен қасіретті көп тарттың. Ондайлар әрдайым әділ келеді. Бізге патша бола аласың деп, сөзбен болса да жұбатып кетпейсіңдер, дейді ол ағыл тегіл жылап. Жыланның арызын тыңдап болған жанды жансыздардың барлығы оған аяныш білдіріп, өкпесін орынды көреді. Қара қылды қақ жарған, ақ пен қараны ажырата алатын, ақ жүрек ақылшымыз болар десіп, өздеріне патша етіп сайлайды. Жыл артынан жыл, күн артынан күн өтіп жатады. Күндердің күнінде тойымсыз жылан екен. Бүкіл әлемге патша болып, барлық билікті өз қолыма алсам, бұдан да жақсы өмір сүрер едім. Кез келген тамақты ішпей, ең тәттісін ғана жейтін едім, деп қиялдайды. Осы ойын жүзеге асыру үшін өзіне қан дәмін айыра алатындардың бәрін шақырады. Қос қанатын делдитіп, аяқтарын шілтейіп, қуарып шіркей, тұмсығын едірейтіп сона, маса, патшаның көңілін тамам деушілердің бәрі келеді. Патша осылардың арасынан шіркей мен масаға, жер жүзін аралап, өсімдіктердің дәмін татып, жандының қанын сорып қайтыңдар. Тек бұлар ғана емес, қаттыдан тастың, жұмсақтан топырақтың да дәмін алыңдар. Дүниедегі ең тәтті дәм, бұдан бұлай менің тамағым болатындай етіңдер деп, оларға уақыт беріп, бүкіл әлемді шарлауға жібереді. Күн артынан күн өтіп, патшаның айтқан мезгілі де жетеді. Әлсіз шіркей жел болса шөптің түбіне қашып тығылады. Желсіз күндері ыңылдап ән салғансып жүріп, кешігіп қалады. Алмаса өсімдік пен жандылардың ішіндегі қан тәттісін біледі де, патшасына қарай әуелей ұшып, әндетіп келе жатады. Осы кезде қарлығаш кез болып, «Иә досым, патшамызға дүниедегі ең тәтті тамақты іздеп кетті деп естіп едім. Таптың ба?» деп сұрайды. Маса қарлығашты менсінбей, сұрағына жауап бермей, бұрынғыдан да бетер зулай жөнеледі. Түсіндім, жолың болып іздегеніңді тапқан екенсің достым. Азаматсың өзің. Сенің ептілігіңді, еш нәрседен тайынбайтыныңды, беттілігіңді білгенмін. Осы қасиетіңді енді барлық қанаттыларға айта жүретін боламыз, деп қарлығаш масадан сыр тарта мадақтай сөйлейді. Бұл мақтауды естіген маса, «Патшамыздың тамағына кімді тапқаныңды білесің бе?» дейді шаттана лепіріп. Достым маса, мен не білуші едім? Сенен денемнің үлкендігі болмаса, ақылым аз емес пе? Сен патшаның ақылшысың, қане төрем, айта қойшы, ардақты патшамыздың тамағына кімді таптың? Бұл сөздерге елірі түскен маса, дүниедегі патшамызға лайық ең дәмді ас адам қан екен дейді. Адам сияқты ақылды да, айлалы да, жан тұмсығын едіреткен бір сілімтік жарым жанға жем болып қалама деп, қарлығаш адамды құтқарудың амалын ойлайды. Менің ақылымның қысқалығы осы емес пе, маса төрем? Адамның қаны тәтті дегенге сенер-сенбесімді білмей келем. Дүниедегі тәтті қанды дауып, дәмі татқанның тіліне алтын мөр түсіп қалады деп шешем көп айтушы еді. Мүмкін болса тіліңді шығарып, мөріңді көрсетші. Алтын мөрге көз салғанның өзі біз үшін үлкен бір медеу ғой. Бұл мақтауға елірген ессіз маса, көрсең көре ғой байғұс деп тілін көрсетеді. Қарлығаш шап беріп масаның тілін жұлып алады. Тілінен айырылған маса сөйлей алмай, ызыңдаған күйі жыланға қарай ұша жөнеледі. Қош, тілі жұлынды, аузына құм құйылды. Адамның қанының тәттілігін енді қалай түсіндірер екен деген оймен қарлығаш оның артынан ұшады. Маса патшасының алдына барып, бірдемелерді айтқысы келіп ыз етіп зар қағады. Бірақ еш нәрсені түсіндіре алмайды. Жылан, мұның тілі аузынан түсіп қалған ба, әлде жынданған ба? Мынаның не деп тұрғанын түсінгендерің бар ма деп
айналасында тұрғандарға қарайды. Бұл көріністі сырттай бақылап тұрған қарлығаш: «Мен түсініп тұрмын патшам» дейді. «Қане түсінсең айтшы, маса маған не деп тұр?» «Ол ызыңдап ұшып жүріп бүкіл әлемді араладым, бірақ неше түрлі өсімдікті өсіріп шығарған топырақтан тәтті еш нәрсені таппадым деп тұр патшам» дейді қарлығаш. Тілі сөйлеуге жарамаса да, құлағы саумаса, мұны естігенде жаны шығып кете жаздайды. Қарлығаштың сөзіне ызаланған маса оған қарай 2-3 рет ұмтылады. Өзінен үлкен қарлығашқа әлі келмейтінін сезген соң, жыланның алдына барып жылап жібереді. Масаның бұл күйін көрген жылан: «Мұның тіліне бір пәле қылған сен екенсің ғой» деп қарлығашқа тап береді. Қарлығаш ұша жөнеледі. Жылан ұша жөнелген оның құйрығынан ғана тістеп үлгереді. Қарлығаштың құйрығы осыдан кейін 2 айрық болып қалған деседі. Міне, содан былай жылан топырақ жалап, ал маса ызыңдап қалады. Қарлығаш жыланнан қорқып адамды дос тұтады, ал адам қарлығашты қасиетті құс санайды.